Салям, Каскелян, как у вас дела? Вы сейчас в прямом в студии, где мы сейчас будем снимать про межнациональную рознь. Кейбір біздің жазушылар мені қараупақ дейді, кейбіреулер мені сатқын дейді. Бірақ бір ғана нәрсені айтқым келеді. Мен Қызылорда қаласында туып өстім. Қазақ-Британ техникалық университетін бітірдім. 4 тілді жетік меңгергенмін. Бірақ оның барлығы маңызды емес. Себебі жаман халық, жаман ұлт жоқ, жаман адам бар. Уважаемые каскеленцы, некоторые меня путают с кем-то, но имейте в виду, я знаю 4 языка, но это вообще не важно, кто я такой, потому что плохой нации не бывает, бывают плохие люди. Тому доказательство, что в нашей команде работают порядка 10 человек из разных национальностей. Вот можете просто посмотреть. Құрметті қарасайлықтар, Қаскелен газет сіздермен әрдайым бірге. Бөлінгенді бөрі жейді дегендей, ешқашан бөлінбейік, ұлтқа, руға, басқаға, тек қана бәріміз дос болып, ауызбіршілікпен ауданымыздың өркендеуіне үлес қосайық. Қаскеленді бірге дамытайық. Тату тәтті өмір сүрейік. Давайте сделаем Каскелен самым лучшим городом. В единстве наша сила. Не обижайте друг друга в комментариях, бір-бірлеріңізді пікірлерде ренжітпеңіздер. Неге мен қазақша сөйлеймін, неге мен орысша сөйлеймін дегендей. Әрдайым біздің Қарасай ауданының дамуына үлес қосып отқан Қаскелен KZ жобасына қолдау білдіріңіздер, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Себебі сіздердің лайк, сіздердің пікірлеріңіздің арқасында біздің Қарасай ауданы 180 градусқа өзгереді. Ну что, уважаемые подписчики, оставляя самые лучшие 10 комментариев, я выберу их, и мы вам дадим свой именной подарок. Футболка от Каскелен KZ. Поехали!